Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бірге Базаргүл қазақтың ұлттық тәттісі жент рецептімен бөлісетін боламын. Жасау жолдары оңай және дәмді тез болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрғақ жентке қант салып, екі сместі бір-бірімен араластырамыз. Бір келкі масса және оған сары май құямыз. Сары май құйғаннан кейін оның үстіне бал қосамыз. Балды және бұған тағы да сгущенка құятын боламыз. Менен сәл тамағым ауырып қапты, даусым біртүрлі болып шығып тұрған шығар. Осының бәрін бір келкі масса қылып дайындаймыз. Бәрі бір келкі масса болған соң қолмен мұжып бастаймыз. Менде мына жақ кішкене сухой болып қалды, сондықтан тағы да кішкене сгущенка құюды шештім. Сгущенка құйып, тағы да қолмен араластырдым. Және де мынандай бір-біріне уже қатты жабысқан болды. Міне көріп тұрғаныңыздай, сонымен бұрында апалар сияқты қолмен мұжып құрт тәрізді қылып формаға келтірдім. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға, каналға тіркеліп және де бағасын бере кетіңіздер. Үстіп қолмен мұжып формаға келтіреміз. Әдемі және тез. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып